Аттары дардай, әкелгендері қылдай. Жұлдыз Әбдікәрімова қоныс тойға алған сыйлықтарын көрсетті. Жақында қоныс тойын атап өткен танымал актриса Жұлдыз Әбдікәрімова әлеуметтік желіде анпакинг жасап, қонақтар тарту еткен сыйлықтарын көрсетті. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Өнер иесі жазбасында қонақ келсе, құт келер деп бөлісті. Желі қолданушыларының бір бөлігі актрисаны жаңа қонысымен құттықтап, ақ жарма тілектерін жаудырды. Дегенмен пікір қалдырушылар арасында сын айтқандар да болды. Кейбір оқырмандар оны Баян Алагөзова мен Динара Сәтжан секілді танымал тұлғалармен салыстырып, оларға брендтік заттар сыйлайды деген пікір білдірген. Тағы бір желі қолданушысы аттары дардай, әкелгендері қылдай деп жазса, енді бірі осындай ұсақ түйек затты әкеледі екен-ау деген сыни көзқарасын қалдырған. Соған қарамастан, көпшілік актрисаның қарапайымдылығын атап өтіп, қонысы құтты болуын тілеуде. Қадірлі көрермендер, қоныс той өмірдегі ең қуанышты күндердің бірі шығар. Ондайда ең бастысы сыйлықтың бағасы емес, ниет деп ойлаймын. Біреу бренд әкеледі, ал біреу қарапайым зат әкеледі. Бәрі шамасына қарай. Аттары дардай, әкелгендері қылдай деп сынау артық сияқты. Жұлдыздың анпакинг жасап, ашық көрсеткені біреуге ұнауы мүмкін, ал біреуге ұнамауы мүмкін. Бірақ соның өзі үшін адамды сөгу дұрыс емес. Әркім өз парақшасында не көрсететінін өзі шешеді деп ойлаймын. Маған керісінше қарапайым сыйлықтардың болғаны ұнады. Демек, бәрі шынайы, жасандылық жоқ. Ең бастысы, жаңа үй құтты болсын, берекесімен толсын.